Достар, менин бейне жазбаларымда 99% адамдар тиркелмей көрөт экен. Мен буну көрүп калай ренжимейм, достар. Тиркелсеңдер сендер үчүн тырышып жатырмын. Өтүнүч тиркелиңдер, достар. Алда кызыктуу бейне жазбалар салууга тырышам. Тиркелсеңдер. Жарайма? Салем, достар. Бүгүн мен акыры өзүмө көлүк алууга келдим. Катуу оюмдап турмун негизи. Кандай көлүк аларымды да билбейм. Бирок бүгүн міндетті түрдө бир көлүккө кайтамыз. Салем, кандай көлүк карап жүрсүз? Адемі байдың кызы сыяктуу көрүнөтүн көлүк керек. Онда мына туура сизге иши төбөсү ачылат адемі. О май гад, багасы канча? Сизге арзан 50 робокс. Айсыз ғой. Коркутпаңызчы олай мени. Мынау калай? Жок, унамай тур. Онда анау ак көлүктү көрөйүк. Адемі экен, бирок багасы катты кымбат сыяктуу. Сел кымбаттау. Достар, мен канчама көлүк карап чыктым. Бирөө кымбат, бирөө унамайт. Али издеп жүрмүз. Бирөөсү үлкен, бирөөсү кичкентай. Не десе унамайт. Арзандарын көрүнүшү мүмкүн. Маған арзан түрін көрсетесіз бе? Жүріңіз, мен сізге көрсетейін. Қараңыз. Мына көлік ұнайды ма? Тоқтаңызшы, мынау. Неткен әдемі. Дәл менің үйренген көлік сияқты, түсі де әдемі екен. Ендеше жүріңіз, кеттік. Көлігіңізді рәсімдейік. 999 робокс тұрады. Қымбат емес бе? Жарайды, онда сіз үшін 700 робокс. Жүріңіз, отырыңыз. Құжаттарыңызды беріңіз. Аты жөніңізді айтсаңыз, тез рәсімдеп қолыңызға тапсырайық. Есімім Эди. Жаңа құжаттарыңызды алдым. Қазір рәсімдеп жазып жатырмын. Мына құжаттарға тез қол қойсаңыз, оқып керек емес нәрселер жазылған. Қызық екен, оқымаған емес. Сын болды, оны оқып бітем дегенше таң болады. Жарайды. Және де қолма-қол болады. Бізді тыңдағаныңызға рахмет. Ендеше сау болыңыз. Кілтіңізді алыңыз. Жақсылығында сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Енді көріспеспіз деп үміттенемін. Мына қыз біртүрлі екен. Тез қол қой. Енді көріспейміз деп біртүрлі нәрселер айтып кетті ғой. Күдікті көрініп тұршы. Жарайды, қоя берші. Көлігімді алсам болды ғой. Сау болыңыз онда. Енді мен жаяу жүрмеймін. Енді өзімнің көлігім бар. Қараңдар, неткен секілді көлік. Ендеше кеттік, достар, үйге. Әлі сендер емеспін, достар. Менің көлігім бар. Көлікті гаражға кіргізіп тамақ ішіп алайық, достар. Көлік алам деген жаттым болып, қарнымыз ашып кетті ғой. Тамақ ішіп алайын. Не бар екен? Пицца алайық. Таң атпай кім келді? Тағам. Қазір бара жатырмын, күте тұрыңыз. Неге полиция келген? Түсінбедім. Не болып қалды екен? Көршілер туралы сұрауға келген шығар. Есікті ашайын. Сәлеметсіз бе? Не болып қалды? Сіз кеше көлік алып бердіңіз салоннан? Я, менің көлік алғанымды құттықтауға келіп тұрған жоқсыз ба сіз? Жоғы, полицейдің біреудің көлік алған құттықтауын көріп бердіңіз. Көлігіңізге байланысты мәселе бар. Сіздің көлігіңіз заңсыз сатылған. Қалай заңсыз дейсіз? Оны кеше салоннан алдым ғой. Салон қызметкері қашып кеткен. Не? Достар, кеше бұл қызды бекер күдіктенбеген екен ғой. Қазір ол салон жабық тұр. Менімен бірге бөлімшеге жүріңіз. Сізден түсініктеме аламыз. Ол салоннан зардап шеккендер өте көп болуы мүмкін.
Солардың бірі сізсіз. Бөлімшеге жүріңіз. Өзге арыз жазып қалдырыңыз. Ол қылмыскерді ұстаймыз. Енді көлігім не болады екен? Жарайды, қазір есігімді құлтап алайын. Сонда менің роблокстарым босқа кетті ме? Бәріңізге қарасам, даттардай қызсыз. Қалай алдығым қалып жүрсіз? Енді ағаймен білмеймін ғой. Сол болған соң сенесің да? Енді алданбаңыз қарындас. Қазір бөлімшеге барып арыз жазып бізге қалдырасыз. Кеше сезіп едім бұл қыз бір түрлі деп. Енді ағай, ол қызды ұстайсыздар ма? Иә, қарындас, ұстаймыз, жүріңіз. Ағай, сіз де сол қызға алданып қалғансыз ба? Иә, қарындас, сол қызға алданып қалдым енді. Қарындас, тез болыңыз, асылу керек. Жүріңіз. Менің артымнан жүріңіз. Жүріңіз, менің артымнан. Мына жаққа жүріңіз. Қарындас, мына жаққа жүріңіз. Ағай, негізі бұл қылмыскерлерді сұрақ жауап алатын жер емес пе? Иә, қарындас, шатасып кеттім, жүріңіз мына жаққа. Арызыңызды жаза беріңіз. Ағай, не деп жазам, мен арыз жазып білмеймін ғой, ағай. Аты жөніңізді жазасыз, не болды, бәрін тәптіш деп айтып бересіз ғой, қарындас. Мен соны компьютерге енгізіп отырам. Айта беріңіз, қарындас. Менің есім Эди. Мен кеше салоннан жаңадан көлік алам деп бардым. Баста маған қымбат көліктерді көрсетті, әдемі көліктерді көрсетті. Маған ұнамады, біреусі дәу болды, біреусі кішкентай болды, түсі ұнамады дегенде. Сосын мен арзандау түрін сұрадым, сосын ол қыз маған өзінің алған көлікті көрсетті. Сосын ұнатып алдым, сосын асықтырды мені. Рәсімдеп алыңыз, тез рәсімдейік деген сияқты. Ақшасын бірден бересіз деп айтты. Бөліп төлеу жоқ деді маған. Өзінің атын таныстырған жоқ, айтқан жоқ маған. Сосын құжаттарды оқымай-ақ қол қойып кілтіңізді алыңыз деп айтты. Мен оқып үлгерген жоқпын құжаттарды. Не дегенін білмеймін, сол құжаттарда не болған. Қысқасын айтқанда, маған тез құжаттарға қол қойдыртып жіберді. Ой, қарындас, сіздің жағдайыңыз қиын екен, енді бірдеңе қылып табармыз. Аптадай қылсыз алданып жүрсіз. Құжаттарды оқып алады ғой адам деген. Асықпай. Ағай, мен қобалжып оған еш мән бермеппін. Көлігімді алсам болды деп кетіп қалған ғой, қайдан білейін. Ой, қарындасым, ай. Бара бер енді үйге. Қылмыскерді ұстаған кезде саған хабарласамыз. Хабарда бол. Түсін ба? Жарайды, ағай. Тез ұстап беріңіздерші. Не көлігім жоқ, не роблокстарым жоқ. Ағай, кеше менен асқан бақытты жан жоқ еді кеше. Бүгін мен қайғырып отырмын. Енді менің көлігіммен не болады, ағай? Мен көлігімді алып қоясыздар ма? Еш ойламаңыз, қарындас. Қылмыскерді ұстаймыз. Ал көлігіңізді алып қоюға тура келеді. Өйткені ол заңсыз. Жарайды, онда ағай, сау болыңыз. Сау бол, қарындасым. Енді үйге жаяу қайтам ба? Үйім ұзақ. Ағайға барып жеткізе салсын деп айта салайыншы. Ағай, мені үйіме жеткізсеңізші. Көлігім жоқ қой менің. Үйіме жеткізсеңізші. Үйім алыс қой, ұзақ. Ой, қарындас, сен де жеткізе салайын. Отыр көлікке. Рахмет, ағай. Оқасы жоқ, қарындасым. Үйімізге жеттік.
Досыңыз, көлігіңізді алып кетейін. Ағай, көлігімді сізге тапсырмас бұрын қоштасып алсам болады ма көлігіммен? Иә, қойбады ғой қарындас. Шаның жүрегім сені қыдырып үлгерген де жоқпын ғой. Қош бол ендеше. Вирус тарап жатыр. Немене бәрі жап-жақсы ғой. Құрбаққа вирус па не бәле? Қасыма ұйықпай тұрғанда қашып кетейін. Құтылдым ау.